Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода балалық шағымызда анамыз дайындайтын өте жұмсақ пирогтың рецептісімен бөлісемін. Бұл пирогтың қамырын дайындауға өте үлкен ыдыс алғандарыңыз дұрыс. Бірінші категориялы 5 жұмыртқаны ыдысымызға шағып аламыз. Құрғақ ингредиенттерді араластырамыз, яғни ұнға қопсытқышымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. 5 жұмыртқаның үстіне тұзымызды саламыз және ең алғашқы көбіктер пайда бола бастаған кезде қантымызды 2 немесе 3-ке бөле отырып қосамыз. Көлемі 2-3 есеге дейін ұлғайып және де қант толығымен ерігенге дейін миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап жылдамдықты арттыра отырып миксерлейміз. Видеодан көріп отырғандарыңыздай осындай ағарып ұлғайғанша миксерлейміз. Бөлек бір ыдысқа сүтімізді құйып отқа қоямыз. Сүттің үстіне сары майымызды саламыз. Сары май толық еріп, алғашқы қайнаудың белгілері біліне бастаған кезде оттан аламыз. Енді жұмыртқа мен қант қосылған массамыздың үстіне ұнмен және сүтті кезегімен құя отырып араластырамыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Ешқандай миксердің жылдамдығын арттырмаймыз. Яғни ұнымызды саламыз, одан кейін сүтімізді құямыз, одан кейін тағы да ұнымызды саламыз. Осылайынан кезек араластырып отырамыз. Дайын болған қамырымызды 28-ші диаметрлі формаға сала отырып, қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Дайын болған пирогтың үстіне ситадан өткізіп, сахарная пудраны сепсеңіздер болады. Жұмсақ және өте дәмді шығатын, балалық шағыңызды еске түсіретін пирогтардың бірі. Рецепт ұнап жатса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар және осы рецепт бойынша отбасыларыңызды қуантып, пирог дайындап беріңіздер. Мен осымен өз видеомды аяқтаймын. Келесі видеода жолыққанша.